Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Жаман келіншектің екі пышағы болады. Біреуі қолында, біреуі тілінде. Қолындағысымен нанын турайды, тіліндегісімен жаныңды турайды. Ал жақсы келіншектің үш белгісі болады. Жүзінде күлкі бар, қолында қонақ келгенде нан жаятын оқтауы бар. Күйеуіне ашуы келгенде тілінде тоқтауы бар. Жыртық нәски. Әкесі өлейін деп жатып, баласын шақырып алып соңғы сөзінде «Балам, менің бір тілегім бар, орындайсың ба?» депті. Ажал аузындағы әке тілегін орындамайтын бала кемде кем. Орындаймын, әке. Ендеше, менің аяғымдағы жыртық нәскиімді шешпей жерлет. Және мына қағазды жерлеп болған соң оқы, оған дейін оқыма депті. Шал өлді. Жерлеу рәсімі басталғанда баласы «Әкемнің соңғы сөзі еді, нәскиімен жерлейік» деп өтінеді. Бірақ шариғат заңы бойынша қалай дүниеге келді, солай жерленетіндіктен молдалар және туысқандары келіспейді. Содан әкесін жер қойнына тапсырған жігіт оңаша жерге барып қағаздағы жазуды оқиды. «Балам, өзің көргендегідей мен о дүниеге жыртық нәскиді де алып кете алмадым. Дүниеге көп құныға берме» деген екі жол жазу ғана бар екен әлгі қағазда. Мен әлеуметтік желіден бір жас келіншектің «Енені ене деу керек, ене ол сенің анаң емес» деп жас келіндерге үндеу тастап жатқанын көрдім. Мен оған былай деп айтар едім: «Шырағым, сен өз анаңның бауырында бой жетіп, тұрмысқа шыққанша боласың, ал енеңнің бауырында өле-өлгенше боласың. Сонда қайсысымен көбірек бірге өмір сүресің, соны ойладың ба? Қандай болса да, ол сенің екінші анаң. Өле-өлгенше саған тәрбие, өнеге үйрететін, сенің ыстығың мен суығыңды көретін де, көтеретін де, саған қамқор болатын да сол ене. Ене сенің қойныңда жатқан еріңнің анасы, балаңның әжесі. Ертең сол балаңның әйелі сені ене десе қандай күйде боларыңды ойладың ба? Бұқаға туған күн бұзауға да туатынын ұмытпа» дер едім ағайын.